Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін жасалу жолы өте оңай бұқтырылған сыр етіндегі макарон дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, дәмі ерекше болып шығатын тағамдардың бірі. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін достар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк, комментарий жазып, қоңыраушаны басып кетуді де ұмытпаңыздар. Ал достар, ендеше бізге ең алдымен қажет болады сиырдың бұқтырылған еті, яғни тушенкамыз қажет болады. Және де макаронымыз қажет болады, бір кеседей, және де картошкамыз және бір дана пиязымыз қажет болады. Достар, ең алдымен макаронымызды суға қайнатып алатын боламыз, жақсылап пісіріп. Мінекей бір-біріне жабыспайтын өте керемет макарондарымыз дайын. Бұл макаронымызды ең алдымен бір шетке алып қоя тұрыңыздар. Енді кезекте таза қазанымызға ешқандай май құюдың да қажеті жоқ. Ең алдымен жаңағы сиырдың бұқтырылған етін салып алыңыздар. Кішкене қайнап бастағаннан кейін үстіне пиязымызды салып алатын боламыз. Мінекей достар, жақсылап араластырып, оның үстіне картошкамызды салыңыздар. Мінекей қайнап бастады. Картошкамызды салып аламыз да, астын жай отқа қойып, барлығын бірге бұқтыратын боламыз. Мінекей достар, картошкасы піскеннен кейін татымына қарай тұзын салып алыңыздар. Кішкене тағы да бұқтырып, картошкамыз жақсылап піскеннен кейін оның үстіне жаңағы пісіріп қойған, алдын ала дайындап алған макаронымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Дәл осылай жақсылап араластырып аласыздар. Видеодағыдай қақпағын жауып, тағы да 5 минутқа бұқтырып қойыңыздар. Достар, дәмі өте ерекше болып шығады. Жасап көруге сіздерге де кеңес берем. Жасалу жолы өте оңай, дәмді ас. Бізге ас болсын.